сәлеметсіздер ме? Мен Шымкент қаласы номері 21-ші Ертарғын бөбекжай бақшасының Ботақан мектеп алды тобының тәрбиеленушісі Төребай Айназымның анасы Акментаева Шынар боламын. Сәлем, менің атым Төребай Айназым, жасым 5-те. Әр халықтың өзінің танымын, болмысын ерекшелеп тұратын салт дәстүрлері болады. Салт дәстүр дегеніміз, қызым, атадан балаға мұра болып қалатын дәстүрлердің жиынтығы. Қызым, біз бүгін қазақ халқының ұлттық шаңырағында отырмыз. Бүгін анам екеуміз қазақтың әдемі дәстүрі қыздың шашын өру рәсімін көрсетеміз. Дұрыс айтасың, қызым. Ендеше қазақ халқының ең әдемі дәстүрлерінің бірі шаш өру рәсімін бастайық. Қазір сенің шашыңды, әдемі тілектерімді айтып өретін боламын. Анашым, қыздың шашын неге өреді? Қазақ халқы қыздың шашының өргеніне қарап, ол қыздың әдепті екендігін, таза, ұқыпты, инабатты екендігін білетін болған. Ал қазір мен сенің шашыңды өзімнің әдемі тілектерімді арнап, оның арасына шашбауымды қосып өретін боламын. Қызым, шашбауды қазақ халқы қыздың жүрген жүрісі сыпайы болсын деп қосып өретін болған. Қыздың жүрген кезде оның сыңғырына қарап, тіпті қандай қыз келе жатқанын білетін болған. Қызым, осы шашыңдай тиянақты, әдепті, таза, ұқыпты қыз болып өсе бер. Анашым, сіздің айтқаныңызды тыңдап, әдемі, ұқыпты, инабатты қыз болып өсем.